Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін каналымда қатпарлы самсаны дайындаудың бір әдісімен бөлісетін боламын. Алдымен қамыр илеуден бастаймын. Ыдысқа 100 мл жылы су, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық дрожь қосып ерігенше араластырамын. Араластырып алғаннан кейін үстіне алдын ала електен өткізіп алған ұнымызды шетінен себе отырып, қаттылау етіп қамыр илеп аламыз. Қаттылау етіп едеңіздер, себебі тыну барысында қамырымыз өзі-ақ жұмсарып қалады. Илеп алған қамырымыздың бетін жауып, 30 минутқа тындырып қоямыз. Міне менде 30 минут уақыт өтті. Енді қамырымды алып, екіге бөліп, екі көшеге екеуінде илеп, тағы да бір 10 минутқа қалдырып қоямын. Осы кезде сарымайымды да алып, сарымайымды мен отта ертіп аламын. Сіздер жаңағы микроволновкада кез келген нәрседе ертіп алсаңыздар болды. Ең бастысы қамырға жағатын кезіңізде майыңыз суып тұру керек. Егер де сізде мен сияқты газда ертетін болсаңыз, сарымайыңыздың жанынан кетпей араластырып отырып, астын жай отқа қойып ертіңіздер, себебі сарымайыңыз күйіп кетуі мүмкін. Енді осы тынып тұрған екі көшемізді алып, үстіне көбірек ұнды сеуіп, басқылай отырып, қамырымызды жайып аламыз. Жайған қамырымыздың қалыңдығы бір 2 мм болу керек. Жұқалау етіп жая беріңіздер. Жаңа қатпарлы болып шығуына жақсы көмектесетін болады, жұқа етіп жайсаңыздар. Ұнды тек бастапқы кезінде ғана көптеу етіп себеміз. Мен бұл жерде тезірек болу үшін екі қамырды бірден бір-бірінің үстіне қойып жайып алдым. Ол үшін жаңа бірінші қамырымыздың үстіне ұнды сеуіп алып, екеуінің ортасы жабысып қалмас үшін екінші қамырымызды үстіне қойып, оқтаумен орап, ары қарай дәл осылай жайып жалғастыра береміз. Міне мен қамырым дайын болды. Енді осы сарымайымды екіге бөліп құятын боламын. Жарты бөлігін бірінші қамырыма құйып алдым, және де өстіп сарымайды бір тегістетіп барлық жеріне жағып алдым. Дайын тұрған екінші қамырымды да оқтауға орап алып, астындағы қамырмен сәйкес келетіндей етіп орналастырып алдым. Дәл осылай қалған сарымайымызды екінші қамырымызға жағып шығамыз. Ендігі кезекте арасында ауа қалмайтындай етіп, рулет етіп орап аламыз. Рулет етіп орап алғаннан кейін, осы рулетті 3 бөлікке бөлдім де, целлофанный пакетке салып, холодильникке 2 сағатқа қалдырдым. Егер де асығып тұрған болсаңыздар, тоңазытқышқа 30 минутқа қойсаңыздар да болады. Салмасына 2 орташа көлемдегі пиязды аршып дайындап алдым. Енді осы пиязымызды кішкене кубиктерге турайтын боламыз. Бұл менде 500 граммдай фарш. Фаршыма турап алған пиязымды қостым, және де мен турап дайындап алған құйрық майды да қосып жібердім. Құйрық майдың орнын сұйық маймен де ауыстырып алсаңыздар болады. Енді көлеміне қарай, дәміне қарай тұз қосам. Менде бұл жарты ас қасықтай тұз және шай қасық, жарты шай қасықтай қара бұрыш. Енді осы салманы жақсылап араластырып, шетке алып қоямыз. Кішкене тұзы, қара бұрышы сіңіп, дайын тұратын болады. Тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, осылай кішкене өзінің формасына, дөңгелек формасына келтіріп, дайындап аламыз. Осы бір бөлік қамырды мен 6-ға бөліп алдым. Міне біздің қамырларымызды кесіп дайындап алдық. Енді осы дөңгелектерімізді төбесінен басқылап отырып, домалақ пішінге келтіріп аламыз. Яғни, оқтаумен жаюға ыңғайлы болатындай етіп, кішкене жаймалап аламыз қолымыздың көмегімен. Барлығын дайындап алғаннан кейін, осындай оқтаумен жайып, ортасын қалыңдау, шеттерін жұқалау етіп жаямыз. Дайын салмамызды толтырып, үлкен қасықпен 1 қасықтай болатындай етіп, ортасына салып,
самсамызды түйеміз. Самсаны екі шетін ортасына қарай бір рет біріктіреміз, содан кейін қалған бөлігін үстіне жауып, шеттерін түйіп шығамыз. Самсаның ұштарында қолымызбен ашылып қалмағанын тексеріп шығамыз. Міне дәл осылай түйіп жалғастыра береміз. Түйіп дайындап алған самсаларымызды противеньге орналастырамыз. Үстіне бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт қосып, жақсылап араластырып жағып шығамыз. Және үстіне өздеріңіз қалауларыңыз бойынша мак, күнжіт сепсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градус температурада беті қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Міне біздің самсаларымыз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып піседі, және де қамыры да үгітіліп тұрады. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Толық құрамын описаниеда жазып қалдыратын боламын. Ал сіздерге іске сәт, астарыңыз дәмді болсын.